Жаңа оқу жылы қарсаңында жылдағыда елімізде мектепке жол акциясы өтіп жатыр. Тамыз айының 1-нен басталған қайырымдылық шарасы 30 қыркүйекке дейін жалғаспақ. Игі бастама аясында бүгін өңірдегі 100 бала демеушілердің қолдауымен мектепке қажетті құрал жабдықтармен қамтылып, қуанышқа бөленді. Арайлым Қаспақова көп балалы ана. Тараздық келіншек 5 ұл қыз тәрбиелеп отыр. Оның 3 баласы мектепте оқиды. Бүгін ол мектепке жол акциясы аясында Халық банкі акционерлік қоғамы Жамбыл облыстық филиалының демеушілігімен ұйымдастырылған іс-шараға қатысты. Ол көрсетілген көмекке ризашылығын білдіріп, ұйымдастырушыларға алғысын жеткізді. Өздерінің енді бір пайдасына жарайды деп үміттенемін. Алған заттарымның барлығы көңілімнен шықты. Барлық ұжымдарына, осындай мектеп ұжымдарына ұйымдастырып жатқан алғысымды білдіремін. Рахмет, тек қана қуаныштымын. Банк оқу құралдарын дайындау кезінде балалардың қажеттілігін ескерген, әсіресе мектеп сөмкесінің бала денсаулығына зиян келтірмеуіне аса мән берілген. Балалардың денсаулығын ескере отырып, ортопедиялық сөмкелер таңдалған. Сонымен қатар сөмкелерге жарық шағылыстыратын жолақтар тігілген. Бұл балалардың жолда қауіпсіз жүруіне мүмкіндік береді. Бұл Халық банктың іс-шарасы жылда өтіп жатыр. Мектепке жол бағдарламасы аясында әр жыл сайын өтетін нәрсе. Бұл іс-шара біздің Головной банктың есі бөлініп, әр облысқа бүкіл Қазақстан бойынша беріліп жатқан мектеп құралдары. Банк 10 жылдан бері мектепке жол қайырымдылық акциясын өткізіп келеді. Ата-аналардың өтініш тілектерін ескере отырып, жыл сайын акция аясында көмек көрсетілетін бірінші сынып оқушыларының санын арттырып келеді. Биыл жаңа оқу жылы қарсаңында облыс бойынша 150 балаға мектеп сөмкелері мен оқу құралдары табысталды. Оның 100-і Тараз қаласындағы оқушыларға берілсе, қалған 50 мектеп сөмкесі облыс аудандарындағы балаларға үлестірілді. Махаббат Құсайын, Аңсар Тілепберген, Эльдар Түстікбай, Қордай 24 Ньюс.